Жиылышып алар бізге келелері. Шонда. Шонда интересный етіп отырадыр. Мен кім нешік ішлеген, кім нешік ұздырған bu adlarına. Тебе как кажется, тогда душевнее вот были люди? Ну да, кішілер бірсін-бірсі уважайт етелері, бик внимательный еді. Қазір бүтінней башқаша бит. Өзгерді қазір. Заманадан түгіл енді ол. Заманаға бір нәрсе болмаған, біздің әбей татырған дейді. Заманаға бір нәрсе болмаған қызы. Шығасы яғынан қияш шыға, батасы яғынан бата. Кіші өзгерді. Кіші сондай неге әйленді деп. Кішілерді. Әлігінде ол жаны. Әгерде бірерсі ауырса ма, аға, нендегіне, сенің ненде ашысы келген әйбірің жоқ ма? Неме деп, тезгіне пішіріп ап келірлер, қаліңі білелер, қаліңні. Әйтіп, ай, ауырып ята екен ол кіші. Нешік біз оның янына бармайшы қалырға. Қазір жоқ бет ол. Шуда көршісі де кірмені дар. Не то что? Көрші де кірмей сенің қалыңы білерге. Ят шонда өзіңше. Туғанlar да қазір бетен шетлер шабаштады деген. Аралашу кимеді. Бек кимеді қызым аралашу. Ярдамлашу, аралашу. Или ол дин білен бейленген еді мекенілік. Ну, қазір де дин бек өсіп барайынды ол. Бегерек те қазір ешілер арасында да бек. Міне шонды ешілер. Или олар для формы шеңгіне насит етелер мекен ол әйбірлеріні. Особенно еш ханымлар, нелер. Ол бет ол ихлас көңілден боларға тиіш. Барсын ихластан кішіге мағаламелеріні өзгертірге тиіш. Бірнендей. Әгер де сен шынлап таған дин тұтасың екен. Кішіден бек зор өзгеріш боларға тиіш. Бұлай ғана теге. Әйді намаз уақыты жетті. Біз культура ясап алайық әлі. Деп кіне түгіл. Уақытына отырып қына түгіл. Бірінші ширатта изгіліклер ішлау. Изгілік ішлерге керек, шегер көбірек. Яқшылық, изгілік, яқшы мағалама. Барсын. Біздің шырда бек кең жайылған еді қанысын. Кіші бір-бірсін бек тез елі аңлайлар ялар. Көңілі ач отырған еғінде жырлап, бейіп, өйтіп, чистый міне ял боладыр ел. Ял боладыр. От души. Жырлайсың. Енді әнәді өте ол гармон өнедір е. Шоңат барсың да бейісі келедір е онан соң. Гармон шығылғаш бетінде. Олар бізге жиыларға бек яраталар е. Сейчас ведь еще, когда посиделки включают же просто песни, да? А раньше же вживую больше исполняли, да? И поэтому душевнее, наверное, было. Душевный была, бик душевный была. Я ондайында біреу башласа, ол алып барушы шекелі бетінде башласа, екіншілері тезірек қошыларға ғана тұра, қошылалар, общий жырлаулар, общий. Шонда жырлар да үйренілейінді. Теге искілерін жырлаға сондан яңаларын да жырлышы келе бетінде. Үйрене тұрған үйреніп, біз сәні теге жырлар китабы шығара башлар, олардан үйреніп тұрларны барысын. Бек та көңілі ұзырадыр ол. Ялкынларын деп айтам. А ты же часто запевала и вот была на вот это ответственное же такой, да? Шулай. Мен енді гіл жол башлап жырларға яратадыр.
башлап, җырлагач башка кешеләрдән кушылалар, барысы да кушылалар. Гармонист особенно бит инде даватин минем яндагы. Оласын шагыл поддерживать итәләр. Лидерская роль такая все равно, да? Задать тон, настроение задать. Настроение да күтәрелеп килә. Җырлаганнан җырлыйсы киләдер. Аннан соң төрле сөйләүләр китәдер, сөйләшәләр инде барысы да. Кем нәрсә интересный белә, акыллар сөйләп. Күңел ачадыр шулай. Шундай җаны. Интересно. Тамак китте. Хәзер. Шундай. Мәчетләрдә йөрү, йөзләрдә сөйләшсәм дә, ата-ана телен саклый, аның белән. People were really soulful in earlier days, respecting each other. They were very attentive to each other. These days are quite different. Lots of things have changed, but we shouldn't blame the time for it. As my grandmother used to say, time doesn't change. The sun goes up and down in the same way. The only thing that changes is the human being. People have changed. Earlier before, if one person gets sick, many people would be ready to help. Now, even the neighbors don't really care. The relatives become quite estranged, alienated from each other. The communication, the readiness to help, these things have changed. Does it have something to do with the religion? It shouldn't be just an outer following of the ritual, in my opinion. Faith comes from the heart. It reflects in human relationships. It's first and foremost about doing good things, bringing something good to the people, rather than just following the ritual. Early, before people would understand each other better, we would open our souls to each other and knew how to take rest in an absolutely joyful manner. Dancing and singing all together. Performances were live and very soulful. Gatherings were almost always accompanied by these performances. Someone first started singing, and then everyone joined in group singing and dancing. It's how the new and old songs were learned in a company of friends, relatives, and also from special books. And it was a very joyful process. I always liked to start singing first, and then my husband supported me on accordion. This was an uplifting practice. It generated conversations and people started sharing their stories. It is how people opened their souls to each other. Мәчетләрдә йөрү,